Қайырлы күн достар. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін осыны өте дәмді және тез дайындалатын кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен пиязды осылай майға қуырып аласыздар. Сиыр етінен жасалған осындай митболы қосасыздар. Достар, егер де менің каналым сіздерге қызық болса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Міндетті түрде ең қызықты рецептер тек қана менің каналымда. Етіміз қуырылып жатқанда, осылай кастрюляға су қойып қоямыз да, 4-5 картофельді алып суға саласыздар. Кішкене тұз қосуды ұмытпаңыздар. Бұл біздің жаңағы гарнир болады. Өте дәмді шығады, сондықтан да бізбен бірге болып отырыңыздар. Келесі кезекте сәбізді осылай ұсақтап, соломка қылып турайсыздар да, митболға қосып бірге араластырып қуырасыздар. Картошкамызды сүзіп, осылай сары майға қуырасыздар. Тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Сонымен қатар біз паприка қостық. Осылай сары майға жақсылап қуырып аласыздар. Өте дәмді шығады. Үстінен осылай пиязды қоссаңыздар да болады. Қызыл пияз алсаңыздар да болады. Біз осындай кәдімгі пиязды қостық. Татымына қарай зелень қоссаңыздар болады. Біз укроп пен кішкене петрушка қосамыз. Барлығын дұрыстап қуырып алғаннан кейін ұсақталған сыр қоссаңыздар да болады, өз татымына қарай. Барлығын қуырып алғаннан кейін ғана барып, ұсақталған осындай сыр қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Қалауыңызша пармезанды қоссаңыз болады. Өздеріңіз көріп отқандай, митболы пісті, өте дәмді болып шығады. Барлығын әдемілеп, осылай бальзамический креммен әсемдесеңіздер болады. Құрметті достар, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Тек қана қызықты рецептер бізде.